Баршаға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге картофель фридің рецептісімен бөлісемін. Бұл рецепт өте оңай әрі тез дайындалады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен картоптың қабығын ашып, жақсылап жуып аламыз. Одан соң осындай қалыңдықта бірнеше дөңгелекке кесіп шығамыз. Видеода көрсетілгендей соломка етіп тураймыз. Ал енді картопты осылай салқын суда 2-3 рет жуып аламыз. Мен 3 рет шайдым, өйткені крахмалы шықса қытырлақ әрі әдемі болып шығады. Ал енді осы картопты кептіруіміз қажет. Қағаз сүлгіге немесе мата сүлгіге осылай кептіріп аламыз. Әзірше табаға май құйып, көп мөлшерде және де қатты қыздырып аламыз. Сосын картопты осылайынан аз-аздан салып, пісіріп ала бересіздер. Картопты аз-аздан салғандарыңыз дұрыс, өйткені көп салсаңыздар ол жұмсақ болып піседі. Осылайынан сүзгімен сүзіп алып, қағаз сүлгіге саламыз. Қағаз сүлгіге салу себебіміз картоптың майларын сырғытып алуымыз қажет. Мінекей фри дайын. Үстіне өте ұсақталған тұзды сеуіп, жақсылап араластырып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Көрінісі де, дәмі де өте керемет болып шығады. Әртүрлі фастфудтардың қасына берсеңіздер керемет үйлеседі. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер менің рецептіммен жасап жатсаңыздар аз болсын. Және де каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.